Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім. Сіздерге бүгін үй жағдайында жасалуы өте оңай морковша салатын жасап көрсететін боламын. Орысша атауы морковша по-корейски деп аталатын болады. Менімен бірге соңына дейін болып жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығатын болады. Ол үшін ең алдымен бізге сәбіз қажет болады. Сәбізімізді осылай жуып тазалап алатын боламыз. Одан кейін осылай сәбізімізге арнайы теркамызды алып, осылай өткізіп алатын боламыз ұзынша етіп. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісі басып қоюды ұмытпаңыз. Сонда видеоларым шықса ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Барлық сәбіздерімізді үкіштен жақсылап өткізіп аламыз ұзынша етіп. Өткізіп алғаннан кейін үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып 2-3 минутқа қойып қоятын боламыз. Сонда сәбізіміздің суы өз-өзіне сіңіп, суы шығатын болады. Толық рецептін мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. 2-3 тіс чесногымызды алып, осылай турап алатын боламыз. Майдалап турап алғандарыңыз жақсы. Одан кейін магазиндерде осылай корейский заправка салаттың приправасы сатылатын болады. Бұның ішінде өзі арнайы салатқа арналған барлық қоспалары бар. Сондықтан мен басқа ешқандай приправа қоспаймын. Тек осы приправаны ғана қосамын. Ішіне салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін 2-3 минутқа қойып қойсаңыздар, холодильникке салып, сонда дәмі бір-біріне сіңіп, дәміне дәм қосатын болады. Өте дәмді, керемет салаттардың бірі болады. Жасалу жолы өте оңай. Ыстық нан менен, бауырсақпенен жей беруге ыңғайлы салат. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.